12 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, отбасы берекесі хабарының кезекті саны. Қоғамда отағасының рөлі төмендеген, жалпы қоғамдағы әкенің рөлі не себептен төмендеп кетті? Не себепті әкенің рөлін оның табатын табысы көрсетеді деген сұрақтар жиі айтыла бастады. Олай болса, біз бүгінгі хабарымызда осы әкенің рөлі, отағасының рөлі турасында әңгіме өрбітеміз. Студиямыздың бүгінгі қонақтарымен таныс болыңыздар. Республикалық Қазақстан әкелері қауымдастығының құрылтайшысы Тобылбаев Еркін Теміржанұлы және хабарымыздың екінші қонағы Әлиаддинов Айділда Тәжібайұлы, нөмірі 45-ші орта мектептің тәрбие ісі жөніндегі орынбасары бүгін студиямызда. Қош келдіңіздер. Екі ер азаматты шақырып студияға отағасының қоғамдағы рөлі неге түсіп кетті деген сауалды қойып отырмын. Біз көп жағдайда әйел азаматтар қазір қоғамда ер азаматтарды кінәлайды. Ұсақталып бара жатыр ер адамдар. Өздерінің рөлі төмендеді, өздері кінәлі деген. Мүмкін осы ретте сіздердің де наздарыңыз бар шығар, әйел азаматтарға айтады. Жалпы кезекті айтып кететін болсақ, ең бірінші кезекте ер азаматтардың қоғамдағы рөлін төмендеуінің басты себептері ол отбасы тәрбиесінде балаға кеңірек, көлемдірек уақыттың бөлмеуі. Мен Ақтөбе қаласы бойынша түрлі тренингтер әр мектептерде өткізіп жүру барысында мен әкелерге сұрақ қоямын: сіздер күніне 2 сағат артық уақыт бөлесіз бе дегенде, көбісі уақыт бөле алмайтынын жеткізеді. Шынымен уақыт бөлмейді ғой, бұл кез келген отбасында бар. 2 сағат ол өте көп емес пе балаға? 2 сағат көп емес пе дегенде, себебі балаға әкенің мейірімі керек. Қыз бала болашақ жар таңдауда өзіне әкесіне ұқсаған адам таңдайды. Ер азамат өзінің әкесінің жолымен жүргісі келеді. Көбіне көп айтады, бала әке қалай жүреді, бала солмен жүреді. Әке, бала ол алдағы қадам, бала оның соңындағы іздеп мағынада көбірек қолданады. Яғни әкеден көбіне үлгі алу керекпіз. Сол себепті мысалтанда қазір әкелер өзінің баласына бала мен сені жақсы көремін деп айтпайды. Оның бас себебі ол қоғамы жат нәрсе сияқты бір жағынан көрінеді. Мысалы басында бала ол теріс қабылдауы мүмкін, әке сіз не айтып отырсыз маған тағы. Егер сол сөзді сіз күнде 15 рет айтатын болсаңыз, бала үйрене бастайды уже. Яғни бір сөз айтқанда бала әкесімен кеңесе бастайды, ақылдаса бастайды. Себебі қазір ақпараттық заман, технология, барлық ақпаратты біз телефоннан немесе ғаламторда аламыз. Ал балаға ақпаратты әке беру керек. Осы жерде мен мындай бір ұсыныс айтып кетер едім. Балаға армандауға анасы үйрету керек, іске асыруға әкесі үйрету керек. Сонда ғана бала әкеге жақын бала түседі. Себебі біздегі қоғамда бұрын бізде сұрайды. Ұл болсын, қыз болсын мейлі, иә? Ұл болсын, қыз болсын мейлі, бағыт бағдар беріп отырмыз керек. Себебі қазіргі балдар ерте жастан жетіледі. 10 жастан бастап олардың өзі мамандық таңдауда болсын, кәсіп таңдауда болсын, спортта болсын, барлығында бір өзіндік мақсат міндеттері болады. Ол мақсат міндеттері олар сыртқы ортадан алады көбіне. Достарынан, тағы басқадан, әуестігі болады, хоббиі болады. Мысалы, қазақта бір мақалы бар ғой. Яғни мен бір әкеден сұраған екен, сіз балаңыз үшін не істеп жатсың деген кезде, ол әке былай деп жауап берген: мен қазір өзімнің қарызымды өтеп жатырмын, депозитке ақша салып жатырмын деп. Депозит. Қарызымды өтеген сөз, кәртайған әке-шешемді бағып жатырмын деген сөз. Депозитке салып жатырмын деген сөз, болашақта балама дұрыс тәрбие беріп жатырмын деген сөз. Яғни осындай мақсатта жұмыс жасау керек әрбір әке. Сонда ғана біз мұратқа да, мақсатқа да жете аламыз. Келесі кезекте тағы бір айтып кететін жайт, осы әкелердің уақыт бөлмеуінің бірінші себебі ол әлеуметтік жағдай, экономикалық жағдай. Қазіргі таңда көбіне көп бізде вахталық жұмыс бар. Сонымен қатар 15 күн деп айлап көрмейді әкелер. Түнгі ауысымдық жұмыстар болады. Ондай кезде де балаға кем дегенде мен әкелерге ұсыныс айтар едім: жексенбі күнінде уақытыңды балаға арна. Міндетті түрде. Себебі Қазақстан бойынша ең атақты психолог бар, Ерлан Мұстафин. Сол кісі айтады: мен қанша өзіме сұранысқа ие болсам да, жексенбі күнінде балама арнаймын. Себебі баламен бірге ойнасам, баламен бірге бала болсам, бала маған жақындай түседі дейді. 2 жастан бастап баланың тәрбиесімен мықтап айналысу керек. Сонда ғана қоғамдағы әкенің рөлі ешқашан төмендемейді. Бұрын қазақтар сұрайтын еді: кімнің баласысың? Әкең кім деп сұрайтын еді, жөн сұраған кезде. Кімнің анасы, анаң кім деп сұрамайды ешқашанда, руың кім деп. Қыз бен жігіт танысқан кезде де сондай мағынада. Яғни сол қағиданы біз қайтып келуіміз керекпіз. Сонда ғана біздің әкелер рөлі кішкене жоғарылап көтеріле түседі дейді. Келесі кезекте ол отбасындағы баланы тәрбиелеп отқан ана,
Ол да кішкентай кезінде бала болды. Ол да әкенің тәрбиесін көрді. Осы жерде біз балаға көптеген жауапкершілікті арта білуге үйретуіміз керекпіз. Балаға мындай сұрақ, бала өзіне сұрақ қояды. Мен бұл өмірде өзімнің кейіпкерім бе, әлде өмірдің құрбаны ма деген. Яғни бізге бағыт бағдарды көрсете білу керекпіз. Сонымен қатар отбасы функцияларын дұрыс дәрежеде атқара білу керекпіз. Себебі отбасы функцияларының ішінде бірінші балаға деген сүйіспеншілік кіреді. Әлеуметтік экономика функциядан бөлек. Осы жерде сөзіңізді бөлейін, сіз жаңа айтып қалдыңыз, балаға күніне неше мәрте мен сені жақсы көремін деп айту керек? 15 мәрте. 15 мәрте, иә. Біз кеңес үкіметі кезінде тәрбие алдық. Біз анамыздан, әкемізден күн сайын 15 рет мен сені жақсы көремін деген сөзді естіген жоқпыз. Оны мойындаймыз, иә. Бірақ біз бәрібір ата-анамыздың біз үшін барлығын жасайтынын, өз өмірлерін құрбан ететін бір ішкі сезім арқылы білдік. Мүмкін ол кездің психологиясы болар, ондай мен сені жақсы көрем деген сөзді ауыздарымен айтпайтын, бірақ істері арқылы, мейірімі арқылы көрсетіп тұратын. Ал қазіргі психология бойынша бұл қажет сонда, иә? Не өзгерді? Не өзгерді? Бала өзгерді. Бұрынғы балдар қазір X деңгейінде балдар, қазіргі балдар Z деңгейіндегі балдар. Яғни бала деңгейі өзгерді, баланың қабілеті өзгерді, баланың қабылдауы өзгерді. Мысалдан да мен балаларға сұрақ қоямын, көбіне әкелерге де сұрақ қоямын. Құрметті әкелер, балаға мамандық таңдаған кезде өзің мақсатыңа жете ма мамандыққа баланы түсіруге тырыспа. Себебі ол бала бәрібір де көнбейді сіздің айтқаныңызға. Яғни балаға мамандықты 7 жастан бастап көрсету керек. Яғни аш ішкенде болсын, басқа кезде болсын, баламен жиі ақылдасып отыру керек. Балам, мысалдан да балаға керекті затты алып берген алдында, ол заттың не үшін керек екенін, яғни ол заттың неге керек емес екенін дұрыстап түсіндіру керекпіз. Мысалдан да тәтті кәмпит жеп жатқан кезде, балам болашақта ол тісің ауруға алып келеді. Ол сенің, яғни өміріңе, денсаулығына зиян келтіреді деп түсіндім. Бағдарлама жұмыстар жүргізетін болсақ, бала оны түсінер еді. Ал бұрынғы кездің әкелерінде бізде тәрбие ол кезде басқа болды. Мен де кеңес одағы кезінде тәрбиелендім. Негізі айтып кететін болсам. Айтты ма ата-анаңыз үйде? Күніне 15 мәрте. Ол кезде айтқан кезде, ол кезде әкенің сесі болды, әкенің жаңа келбеті болды, әкең келе жатыр деген кезде біз өзіміз ерекше тәрбие бағыт бағдар беріп отыратын едік. Сонымен қатар ол кезде тәрбие басқа еді. Бізде кеңес одағы кезінде көптеген әкелер сұрақ қояды, неге балалар қазір спортқа бейім емес дейді. Себебі спортқа бейім денсаулыққа керек. Қазіргі карантин уақытында денсаулық басы керек нәрсе екенін біліп отырсыздар. Мен ол кезде былай деп сұрақ қояр едім, ол кезде еңбекке баулу кейінірек жүргізілді. Бірде-бір спорт зал босамады мысалда. Жертөлелерді дайындай бастады. Қазір мен өзім Нұрсейіт мөлтек ауданында жұмыс жасаймын. Ол жерде барлық аулада турниктер тағы басқа тұр, бірақ бос. Өкінішке орай. Себебі неде? Баланың спортқа қызығушылығы жоқ. Бала жеңіл өмірге бейімделіп кеткен. Илон Маск деген атақты миллионер деп білесіз. Марсқа адам ұшырамын деп жүрген. Сол Илон Маск айтады, менің бизнес сабақтарымды күніне 100 000 адам қарайды дейді. Ал TikTok деген нәрседе, мысалы бір негрдің видеосы бар, білесіз бе? Яғни оның дұрыс емес, былай көрсетеді, жаңа ерін көрсетеді, не істейді. Былай істеу керек, былай істеу керек. Соның жеңіл түрде видеоларын күніне 100 миллион адам қарайды екен. Осындай шешім шығарып көріңіз. Яғни біз адамдар жеңіл нәрсеге. Телефонға таңылған бала терезеден ғана қарап қояды, бірақ далаға шыққысы келмейді қазіргі балалар, таза ауаға. Енді айтыңызшы, мектепте біз балабақшада көретіні әйелдің тәрбиесі, балабақшада 100% қазір қыз-келіншектер жұмыс жасайды. Мектепке келді. Мектепте мүмкін білмеймін, 45-ші мектепте қанша пайыз ер азаматтар екен, көп жағдайда 70%-дан астамы әйел азаматтар оны мойындауымыз керек. Ең болмағанда 50-50 деген сол санға келетін болсақ, мүмкін ер балаларымыздың тәрбиесінде бір өзгеше бола ма деп ойлаймын. Тәрбиесі жөніндегі орынбасардың 45-ші мектепте ер азамат болған маған ұнап отыр. Оның өзі бір ерекше рөл атқарады. Қазіргі балаларымыз қандай, әсіресе ер балаларымыз қандай? Қазіргі қоғамдағы ер балалардың қоғамда рөлі қарап отырсақ, мен жаңа айтып өттіңіз ғой, директордың тәрбиешісі орынбасарға қуаныштымын деп. Біз Ақжар-2 елді мекенде алғаш ашылған білім ордасымыз, міне 9 жылға аяқ аттадық білім ордамыз. Біз 150 орындықтық мектеп, кішкентай мектеп болғанмен, алақандағыдай ішінде қазір 509 бала білім алып жатыр. Қазір өзім бір жағынан класс жетекшілік қызметті де атқарамын, 9-шы класспен, алмалы төкпелі кезеңде балдар. Басым көпшілігі ер бала менде, 20 ер бала бар қазір. Ең бірінші, мен класс жетекшілік қызмет атқарған кезде, мен класстағы тәртібі бұзақылыққа көп бейім балдармен дос бола білдім. Өйткені солармен оларға қандай жағынан жаңағы қолдау керек, олардың тілімен сөйлеп,
енді біздің заманымыздан бері қарай кеткен кезде көшенің тілі дегендей болды. Сол бойынша мен ол балалармен достасып, қазіргі уақытта өзім тәрбиеде дейді, қай кезде талбесін алған тәрбиеден басталып барлығы дейді. Қазір өзіммен қазір деңгейлі жігіт сияқты болып тұрған балдар қазір менің бір айтқан сөзіме тоқтау жасайды. Айтылған қоғамдық іс-шаралардың бәріне белсенділік танытады. Өйткені қалай, мен балдарды қоғамның қазіргі уақыттағы сатысына қалай тәрбиелей отырып, оларды достық қарым-қатынасқа шақыра білдім. Қазір бастауыштың кішкентай балдары келатқан кезде мен жай қызметте мұғалім болдым, жай қызметке. Мен костюм шалбармен келіп мектепте жаңағы былай тық көзқараста жүрген кезде, ойбай, директорға деп ойлайтын еді. Қазір ол балдардың бәрі өсті, ер жетті, есейді, қазір бәрі біледі. Сабақ беру барысында да мен әрбір сабағымды функционал сауаттылық мақсатында өмірмен байланыстырамын. Қай пәнде сабақ бересіз? Қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Өмірмен байланыстырып сабақ беремін. Өйткені бала өмірде болып жатқан қандай да бір жағдайларды өздеріне білгені дұрыс деп ойлаймын. Енді біздің білім және ғылым министрлігі Айтмағамбетовтың жарлығы негізінде әрбір мектепте әкелер мектебі, аналар мектебі, әжелер мектебі, әкелер мектебін қолға алып жатыр. Біздің енді өзіміз шағын кішкене елді мекен болсақ та, мектебімізде әкелер мектебі, аталар мектебін қолға алдық. Өйткені қазіргі уақытта біздің жас әкелерімізге де, жас жеткіншек балдарға да әкенің, атаның тәрбиесі өте орасан зор. Өйткені біз қазақ қай кезде де әкенің бір айтқан сөзден тоқтауға сақын қалыппыз. Әке бір қараған кезде әкенің қас қабағына қарап тұрып, біз тәрбиені де алғанбыз. Енді жастайымыздан кішкентай кезімізде әкеміз теміржол саласында жұмыс жасайды, анамыз әкелерің келатыр деген кезде бәріміз аяқ киімдердің бәрін жинап әкемізді күтіп тұратын едік. Дастарханға бірінші әкеміз келіп керек еді, иә? Соның көңіл күйіне қарай бізде тамақ ішетінбіз. Бізде иланып солай жұмыс жасаймыз. Әкеміз келген кезде айтатын еді, не вот комиссия күткенде күттіңдер ғой мені дейді. Сонда келген кезде, өйткені ол бізді анамыз ғой дайындап тұрған осы жолға, иә? Әкеміздің айтатын бір ауыз сөзі бар еді. Балдар, сендер аналарыңды құрметтеңдер дейді. Өйткені аналарың болмаса, мен аналарына махаббат, мейірім төге алмаймын дейді. Мен сол сөзді осы уақытқа дейін ойланып келдім де, неге әкеміз солай, анамыз екеуі неге солай айтады екен, ойласып ала ма деп. Сөйтсек, ол өзіміздің ұлттық тәрбиенің нышаны екен деп білдім. Бір-біріне әке мені сыйлаңдар деп тұрған жоқ, ана мені сыйлаңдар деп тұрған жоқ. Әке ананы сыйлауға үйретіп отыр, ана әкені сыйлауға үйретіп отыр, иә? Енді сіз класс жетекшісіз, айтыңызшы, мектепке ата-аналар жиналысын өткізгенде қанша пайызы әкелер келеді? Мектепте ата-аналар жиналысы өткізеді, жалпы ата-аналар жиналысы өткізеді, және ата-аналар жиналысы өткізеді. Көбіне бізде әкелер жұмыс бабымен келе алмай қалады, көбіне аналар келеді. Ал енді құқық бұзушылыққа байланысты, етек алып тұрған үлкен жағдайға байланысты әкелер шақырылады, келеді әкелер ол кезде. Өйткені әкенің ол кездегі балаға деген бір көзқарасы үлкен рөл атқарады қоғамда. Өйткені бала сескенеді. Қазір мектепте дегенде кейде құқық бұзушылық болып қалады, бір балдар килікпей қалады, жаңағы болып қалады, бір мәмілеге келе алмай қалғанда. Сонда тұрып әкеңе айтайық па, хабарласайық па дегенде бала тоқтау жасайды. Жоқ, ағай, керек емес. Өзіміздің арамызда шеше қояқшы дейді. Өйткені көп жағдайда бірінші ақпарат ата-анаға барған кезде бірінші анасы алады баланың. Әкеге жеткізбейді. Әкеге жеткізеді, немесе жеткізбейді мүлдем, иә? Көп жағдайда жеткізбейді. Бәріміз де ата-анамыз ғой. Өйткені әкені шақырған кезде де жиналыстарға әкелеріміз көбіне білмей қалады. Қандай ақпарат. Ол кісілер жаңа анасы айтады, біздің баламыз тәртіпті оқып жатыр, сабақтарының олқылықтарын жойып жатыр деген сияқты жылы сөзбен айтады. Бәріміздің де аналарымыз солай болды. Енді әке келген кезде әке мысалы ондай жағдайлардан бейхабар болып қалады. Сөздің шыны. Бейхабар, яғни бұны білмейді, бірақ бала бәрібір әкеден сескенеді. Яғни біздің ұлттық дүниетанымыздағы осы әкенің рөлі бәрібір бізде тұр әлі. Мүмкін үзілер алдында тұрған шығар, бірақ ең бастысы тұр. Біздің қазіргі мақсатымыз осыны үзбей, одан әрі жалғастыру. Енді біз айтып жатырмыз, қазір біздің қоғамда ажырасу өте көп. Біз әлем бойынша 8-ші орында екенбіз ажырасудан. Біздің ұлтқа бұл енді үлкен бір қорқынышты дүние. Біздің ұлт үшін қазақ қашанда отбасын сыйлаған, жанұя деген дүниені жоғарғы дәрежеге қойған. Ал енді осы ажырасудың
түп төркініне келетін болсақ, не себепті екен деп, яғни бұл әлеуметтік мәселелер бар, түрлі басқа да мәселелер бар. Әкенің, яғни ер азаматтың рөлінің төмендеп кетуі дейді. Тіпті қазір ер азаматтардың өзі кеңес үкіметі кезінде ешқашан ер азамат өзі сотқа келіп ажырасамын деп арыз бермеген екен. Ал қазір қоғамда ер азаматтар өздері келіп арыз береді екен, ажырасамын деген. Яғни ер азаматтарымыздың өзінің психологиясында үлкен өзгерістер орын алып отырғандығын көрсетеді. Не себеп деп ойлайсыз? Қазір қоғамда жалпы қарап отырсақ, бұрын ақсақалдардың әрбір айтқан сөзіне тоқтау болатын еді. Бір елде екі жұп бір-бірімен бітімге келе алмай жатса, шешімге келе алмай жатса, ол кезде абыз ақсақалдар тоқтау қоятын еді. Не болса да, осы өзіңнен шыққан ұрпақ ертеңгі күні жесір болмасын деп, не болмаса ол босқа босағада қаңып қалмасын деп, қалай болса да сол шаңырақты ұстап қалуға өзінің шешімін айтып, сол жерде екі жұпты ұстап қалатын еді. Мына елімізде карантин жағдайы болды. Барлығымыз осы карантин режимін сақтап, санитарлық талаптарын бәрін сақтап үйде отырдық. Сол кезде Қазақстан бойынша осы жаңа ажырасудың есе етек алып көп болып кетті. Өйткені айтады қазақ, ер адам дүздікі, әйел адам үйдікі дейді. Біз әкелер қай кезде де осы отбасын асырау мақсатында жаңағы бақытты жұмысты айтып кетті әріптесім. Солай жұмысқа кетіп еді, айлап та кетеді, 3-4 айға дейін де кетіп қалады, отбасын ести алмай, көре алмай. Енді олардың барлығы үйде болғаннан кейін барлығы көз алдында көріп отыр, барлығын біліп отыр. Енді үйде 4 қабырғада отқаннан кейін қалай айтсам екен, күн-түстінде бір-бірін көреді, бір-біріне қарап отырудың да қиын екенін түсінеді сөзінің шана. Өйткені барлығы көз алдында болып жатыр. Көретіні бір теледидар, далаға көп шыға алмайды, барлығы талапты сақтайды деген сияқты. Соның салдарынан көп деген неге алып келді отбасыларды ажырастыруға. Ер азаматтың бәрібір мысы болу керек, солай ғой. Жаңағы сұсты болатын әкелеріміз, жұмыстан келе жатқанда айтып, барлығымыздың отбасымызда болды. Барлығымыз түрегеліп, есіктің алдындағы аяқ киімдерден бастап жинап, әкеміз отырғаннан кейін соның көңіл күйіне қарап барып дастарханға отыратынбыз. Қазір бұл психология мүлдем өзгерді. Оны мойындауым керек, сіздің шаңырақта да, біздің шаңырақта да. Бірақ сол дүниені біз жоғалтып алмауымыз керек. Абайтанушы Омар Жәлел айтады. Бала негізінде даналық пен мейірімділікті анадан алады да, ал өжеттілік, қайсарлық деген дүниелерді әкеден алады дейді. Ал біздің қоғамда қазір жалғыз басты аналар өте көп. Яғни кімнен алады? Мейірімді дана болуы мүмкін, бірақ ешқандай өжеттілік, қайраттылық жоқ бала өсуі мүмкін. Бұған не айтасыз? Қоғамдағы жалғыз басты аналардың қолында тәрбиеленіп жатқан балалар үшін бұл қауіп пе? Әрине, бұл қауіпті жағдай болып табылады. Осы кезекте айтып кету керек. Ондай аналарға негізі көмекті мектеп тарапынан көп көмек берілетін болады. Себебі мектепте тіркеуде тұратын шығар, ондай балалар сіздерде арнайы бар. Себебі ол балалардың бос уақытын мектеп негізі тиімді ұйымдастыра білу керек. Қазіргі таңда бізде білім және ғылым министрлігі тарапынан да мектептерде спорт үйірмелерінде тегін үстемақы қосу арқылы, мысалы 17 мың теңге көлемінде сондай үстемақы қосу арқылы біз түрлі спорт секцияларды ашып жатырмыз. Мысалы таңдалатын болса, ол әрбір мектепте де ондай секциялар бар. Сондай секцияларға балаларды беру керек. Ал ол секциялардың міндетті тәрбие беретін негізгі ер азаматтарымыз біздің. Солай, яғни ер баланың тәрбиесін мектепте көру мүмкін. Екінші кезекте біздер осы жалғыз басты аналарды көбінесе жаңа Қазақстанда белгілі психологтармен тікелей эфирге көмек жүргізу арқылы, яғни баланы қалай тәрбиелеу керек, қалай жұмыс жасату керек, мысалы сол бағыттарда көптеген жұмыстар жүргізу керекпіз. Екінші кезекте бізде жаңа ол проблема қайдан шықты, ол мәселе қайдан шықты, соны себеп салдарын анықтау керекпіз. Барлық осы себеп салдарын анықтаған кезде барлық мәселе жауапкершілікке келтіріледі. Ол ер азаматтың жауапкершілігі, яғни ер азаматқа мындай сұрақ қоя білу керек. Жар ол сіздің таңдауыңыз. Бала сенің қаның. Үйің сенің салған нәрсен. Осы мақсатты сіз орындай аласың ба, алмайсың ба? Яғни ол үшін неге үйлендің, неге үйленбедің, яғни ажырасу кезінде. Сонымен қатар жас ажырасулардың себептері көп қой. Бірінші әлеуметтік жағдайға байланысты, екінші кезекте жаңа
балалы болмауына байланысты, келесі кезекте бір-бірін түсінбеуіне байланысты. Көбіне қазір мына Ақтөбеде де бірнеше орталықта бар. Мысалы ана ағатазым орталығында да осы жастарды бітістіретін, байланыстыратын орталықта бар. Сондайды біз сіздің телеарна арқылы болсын, басқа республикалық маңызды телеарна болсын, солар арқылы хабарландырып отыру керек біз. Себебі жастарға ақыл кеңес керек. Мысалы мен әкелерге айтамын, әр әке өзінің қателігін мойындамайды ешқашанда. Мен былай жасап жатырмын деп. Бірақ біздің тренингтерімізден кейін келіп қолымызды алып жатады. Балам, сен дұрыс айттың, үлкен кісілерге алып жатады. Сен дұрыс айттың, сен осындай мақсатты көбірек айттың деп. Яғни бұл әр азамат, Қазақстан азаматы өзінің қателігін іштей мойындай білу керек. Соған сай шешім шығара білу керек. Сонымен қатар бала тәрбиесінде болсын, жас неке тәрбиесінде, неке құрғанда болсын, өзінің нақты жоспарларын көрсете білу керек. Мен оған дайынмын ба, әлде дайын емеспін бе? Сезімге бой алдырмаймын. Қазіргі таңда сезім емес мәселе. Қазіргі таңда сезімнен бөлек бізде байлыққа көбірек мақсат міндет беріп кетеміз. Себебі ол нәрсені бірігіп жеткізу керек біз. Яғни екеуміз бірігіп тапқан ақша ол пайдалырақ болып көрінеді, және тиімдірек болып көрінеді. Біреудің байлығын иеленгеннен гөрі осы мақсатта көбірек жұмыс жасауымыз. Сонымен қатар жалғызбасты әкелер де көбейіп жатыр бізде. Жаңа мен мәліметтер қарап отыратын болсам, бұл 60 мыңнан астам Қазақстан бойынша жалғызбасты әке бар екен. Бұл нені білдіреді? Яғни әйел адамда жеңіл өмірге қарай қадам басуын алып келеді. Немесе бір-бірін түсінбеуі, немесе сыртқы ортаның әсерінен болуы мүмкін. Қандай заманда да ана баласын тастамаған ғой, бұл үлкен бір... Біз көкек аналар деп атап кетуге болады. Үлкен проблема. Мысалы, Жаңылға Ақаштың мен әкем әлеуметтік жобасына қатысқан көптеген әкелеріміз жалғызбасты әкелер болды. Қазақстан Ақтөбеде де бар жалғызбасты әкелер. Онда біздің қоғамдастық мақсаты осы жалғызбасты әкелерді қоғамға көрсетуіміз керекпіз, таныту керекпіз. Яғни олардың қандай ерлік жасап отқанын. Яғни ол өзінің баласы үшін жанын береді, тәнін береді, былай айтқанда. Яғни маңдайында асығып, терін төксе де, ол баласын асырап жеткіземін деп көрсетіп отыр. Сол себепті баланың бос уақытын біз тиімді көбірек ұйымдастыра бос уақытын керісінше көбірек біз олармен айналыса білуіміз керекпіз осы кезекте. Сол мақсатта жұмыс жасауды білуіміз керекпіз. Біздің қоғамдастық негізгі мақсат жалғызбасты әкелер, сосын мүгедек бала тәрбиелеп жатқан әкелер бар. Оларда ерлік жасап отырған әкелердің бірі. Себебі өзінің баласын қанша дегенде өзінің баласын адам етемін, көрсетемін, жасаймын деп отырған әкелер де бар. Онда мақтанышпен айтып көрсете білу керекпіз. Себебі олар нағыз ерлікке пара-пар істер атқарып отыр. Ал жалғызбасты аналар айтатын болсақ, жалғызбасты аналар бізде Ақтөбеде түрлі қоғамдастық бар, 30-ға тарта қоғамдастық бар. Аналармен айналысатын, мысалы іскер әйелдердегі қоғамдастығы бар, бізде айналысатын. Немесе зерделі өнердегі қоғамдастық бар, бізде неше қоғамдастықтар жиналысы болды, облыстық жиналыс. Сөзде кездескен кезде ана қоғамдастықтың атқарып жатқан жұмыстары өте орасан зор көп. Яғни әрбір анаға, әрбір әкеге көмектесетін бағыт бар. Ал әкенің қауымдастығы біреу ғана, солай ма? Әкелер қауымдастығы Ақтөбеде негізінен бізде екі қауымдастық жұмыс жасап жатыр. Әкелер одағы деген ба, сосын Қазақстан әкелер деген қауымдастық жұмыс жасап жатыр. Бізде республикалық маңызды болғандықтан біздер республика бойынша бағыт бағдар береміз де, бірақ біздер осы республикалық мәселелерді, республикалық нағыз мамандарды Ақтөбеге шақыртып, Ақтөбедегі әкелермен жұмыс жасауды бағыт бағдар көрсетіп кеттік. Біреулер айтуы мүмкін, сіз маған ақыл айтып отырсыз. Біз ол жерге барған кезде айтамыз. Біз сіздерге ақыл айту үшін келмейміз. Біз сіздер сияқты әкелерді ортамызға қосу үшін келіп отырық. Бағыт бағдар беру үшін келіп отырық. Біз ешкімге ақыл айту үшін бармаймыз. Біз өз жерде өзіміздің тәжірибемізді көрсетеміз. Ненің бұрыс екенін, ненің дұрыс екенін, бала тәрбиесінде қандай олқылықтардың бар екендігін, немесе оны алдын алу жолдарын қандай екенін көрсетіп бағдар береміз. Осы отбасы берекесінің хабарының алдыңғы саны жасөспірім қыздар арасындағы жүктілік туралы болды. Әрине, бұл қоғамдағы ең бір актуалды өзекті мәселе, өйткені 14-15 жасқа келген тұста аяғы ауыр болып, кейін түсік тастатып жатады, немесе сондай жаста дүниеге бала алып келіп жатады. Анасы кінәлі, немесе қыз баланың өзі кінәлі, мектеп кінәлі деп көреміз. Бірақ негізгі кінәлі тағы бір адам бар ғой, ол сол жасөспірім. Неге жасөспірім дәл осы тұста ешқандай құқық қорғаушылардың алдында, немесе өзінің тіпті мүмкін заңды жүрде өзінің жазасын алады, бірақ психологиялық тұрғыдан неге оның да ата-анасы жазаға тартылмайды екен? Неге ол мектептің алдында барлығына бір үлкен жауапкершілік деген нәрсе бар ғой? Өздеріңізде ер азаматсыздар, сіздердің де қарындастарыңыз бар. Кез келген ер азамат өзінің жасаған ісіне жауап беру керек. Осыған біз ер азаматтарымыз қалай тәрбиелейміз? Осыны айтыңызшы. Сіздің де мектепте мүмкін осындай оқиғалар болған шығар. Құдай сақтасын, біздің мектеп ондай жағдайлардан аулақпыз. Мектепте зорлық-зомбылыққа байланысты құқық бұзушылық алдын алу мақсатында. Ерте жүктілік тіркелді ме мектепте?
ерте жүктілік туралы ондай ақпар ешқандай естілген, тіркелген жоқ. Бірақ біз алдын алу мақсатында мамандармен кезекті жиналыстар өткіземіз, кездесуге шақырамыз. Қыз балдардың тәрбиесіне байланысты менің қасында екінші әріптесім, директордың тәрбиешісінде орынбасар Құрманай Базарбайқызы, бұрыннан келе жатқан өзіміздің үлгілі ұстазымыз, сол кісі қыз балдардың тәрбиесіне байланысты жест маманымен міндетті түрде ай сайын қояды жиналысты. Өйткені қыз балдарға байланысты қазір қоғамдағы осы ерте жүктілікке байланысты жиналыстар өткізіледі. Ашық түрде барлығы болады. Ол біздің ұстаз апайларымыздан бірге өткізілетін нәрсе. Бұл бойынша түсіндіру жұмыстарының барлығы жүргізіледі. Бұл жерде енді отбасында ол баланы олай жаңағы құқық бұзушылыққа бейімделу мақсатында тәрбиелемейді еш уақытта. Бірақ баланың қай кезде де бос уақыты болатын болса, мектепте әрбір жаңа үйірмелер ашылып жатыр деді ғой. Үйірмелердің бәріне тарту, мектеп оны үйірмеге шақырады. Класс жетекші барлығы жұмыстанады. Ал сонымен бірге ата-ана, оқушы, ұстаз үштігі бірігіп жұмыс жасайтын болса, бұндай келеңсіз жағдайлар болмайтын еді. Сосын әрбір ата-ана қыз баланың, ер баланың тәрбиесі болатын болғаннан кейін, өзіне байланысты болғаннан кейін, бала бос уақытында немесе қайда шығып бара жатыр, қайда бара жатыр, оның достары кім, міне солардың бәрімен хабардар болған дұрыс та. Қарапайым мысалы сауалнама берсек, ата-анаға балаңыздың досыңыз жазыңыз десе, шатасып жатады, білмей атады. Өйткені саусақтай оны білу керек. Білген дұрыс. Кіммен жүреді, кіммен тұрады, кіммен сөйлеседі, кіммен сабаққа барады деген сияқты. Өкінішке орай осындай оқиға тіркелген тұста ер баланың үлкен жауапкершілікке тартылуы керек қой. Қандай жауапкершілік? Осыны айтыңызшы. Міндетті түрде жауапкершілік болу керек қой. Өйткені келесіде мұндай нәрсені істемеу керек ең болмағанда. Өзінің осындай бір баланың, қыз баланың өміріне осындай балта шапқанын сезіну керек. Өйткені ол сезінбейді, біз жауапкершілікке тартпаймыз ол баланы. Ер баланың заңды түрде болмағанның өзінде психологиялық түрде жауапкершілік болу керек сияқты. Жаңа айтып отырмын ғой, мектепте әкелер аталар мектебі болған дұрыс деп. Міне тәрбиені ол кісілер терең тарихтан бастап көрсетеді, қандай не екендігі. Міне біздің әлсіреп тұрған тұсымыз сол да қоғамда. Тәрбиеден бастап келетін болса, балаға қай жерде мысалы бұрын ертеректе 13 жас отау иесі деп айтқан ата бабаларымыз. Ол кездегі замандағы нәрсе бөлекті. Қазіргі уақытта сөздің шыны ненің қандай қателік екендігін барлығын аталарымыз, әкелеріміз айтып отыратын болса, бала оны сезіледі қай жағында да болса да. Ненің қате тұсы екенін біледі. Өйткені оның да қаракөз қарындасы бар, апасы бар, білетті. Ол түгіл мен өзім бір жағынан жас әкемін, бір жағынан жаңағы өздерім ер балдарыма қазір 9-шы класс алмалы төкпелі кезеңде қандай жерде де қандай қателік болатын ненің барлығын қосымша өзімді айтып отырамын ер балдарға. Қате болатын жерде жігіттер, өйткені біздің классымызда азғандай қыз бала болса да, мен айтамын, жігіттер қыз баланы қарындасында қарыңдар. Қазір сөздің ішінде бізде 7-8 сабақ жүреді, 7-8 кітап жүреді, сөмкелерінде кітаптары ауыр. Соны бірге үйлеріне апарып беріп, өздеріңіздің ағалық мейірімдерін көрсете білсеңіздер, қыз бала еш жаққа қашып кетпейді, сені аға деп сыйлайды ертеңгі күні. Өйткені бұның барлығы айналып келгенде әкелгенде тәрбиеге әкеліп тірейді сөздің шыны. Сіз жаңа айтып қалдыңыз ғой, классымдағы тентек балалармен достасуға тырыстым деп, достастыңыз, жан дүниесіне үңілдіңіз. Қандай жан дүниелері? Сол тентек балалардың. Қазақ айтады ғой, ар жағында ештеңе жоқ дейді ғой. Міне, олардың балалар ақ көңіл келеді, жанашыр болып келеді. Өйткені олар өмірді бір жағымен қарамайды, жан жақты жағынан қарайды. Өйткені оларды көшеде тәрбиелейді, отбасындағы тәрбиесі де бар. Мен олармен көшенің тілімен де сөйлесем, былай ұстаздық тұрғында тәрбиеммен білімімді қатар алып та сөйлесем. Көшеде жаңағы көшенің балалары болады, олардың ағалары болады, бір-бірімен жаңағы неге шақырады, бір келіспеушілік нелері болады. Мысалы, қазіргі уақытта әрқайсысы өзінің жыл-жылдарымен, достарымен әкеліп, шаруаларды шешуге не істейді, ыңғайлайды. Мен айтамын, жігіттер, олардың деңгейі өскен сайын, мен бастапқыда оқушыларды қабылдадым, енді олармен деңгейлесіп болған сайын, жігіттер деп айтамын. Жігіттер, мынандай жерде осындай жағдайлар болады. Шама келсе, үйде болыңдар, қозғалмаңдар, не істейсіңдер, артық нәрсеге барып қойып ертеңгі күні
бастарыңа бәлетілеп аласыңдар, қос арасында қоса кетіп қаласыңдар. Қазіргі қандай да бір қалада, мысалы бір жасөспірімдер арасында жаңағы құқық бұзушылықтың жол болып жатқан жағдайда, төбелесіп жатқан жағдайда ең бірінші Заречье полиция бөлімінен мектептерге қоңырау келеді. Сіздердің балаларыңыз бармайды. Топ арасында бекер кетіп қалуы мүмкін. Кетіп қалатындар бар. Сол уақытта біз қазір ұялы телефонмен байланыс жасаймыз, ата-аналарына звондаймыз. Солайша бала үйде ме? Үйде. Мен қазір ата-аналарды көбіне мазаламаймын, балаларға звондаймын. Жігіттер қайдасыңдар? Ағай үйдеміз, тренировкадеміз, міне келіп жатырмыз, міне тамақ ішіп жатырмыз деймін. Ал жақсы. Мен айтамын, жігіттер арасында мен фотоотчет сұрап қалуым мүмкін. Ал сол уақытта ұяттап қалмасын деп. Жақсы дейді. Ағай, мен фотоотчет берейін, мен сізге дейді, әкесімен үйде қоңырау шалып қаламын. Сол уақытта балалардың өтірік айтпайтынына бір жана сенімді боласың. Мен өзімнің тәрбиемде, оқушыларға беретін кезімде, қыз баланың қоғамда рөлі өте зор. Ол сенің қарындасың қай кезде де. Көшеден қай бір қыз баланы көрсең де, ол сенің қарындасың. Бір жерде құлап жатыр ма, көтере алмай жатыр ма затын, сен көмектесіп ілтипатты таныта білсең, ол сенің бауырлығыңның белгісі. Қазаққа деген жанашырлығының белгісі. Мынадай сауал қойғым келіп отыр екеуіңізге де. Жаңа жоғарыда айтып өттім, қазіргі мына отағасының әкенің қоғамдағы рөлін оның табысы айқындайды деп. Не себепті? Сіз айтып қалдыңыз жаңа, ақша жақсы көреді деп. Бәріміз жақсы көреміз, иә? Бірақ оның бір деңгейі болу керек сияқты. Не себепті? Өмірге әкелген анаң, ақ сүтін берген анаң, әкең, оның асқар тауың, айналып келгенде неге әкеге қымбат ұялы телефон әпере алмай ма, немесе басқа нәрсе, басқаның әкесін көру мүмкін, қымбат көлікте жүрген, қымбат үйде тұрып жатқан. Сонда айналып келіп, ол осы біздің ақшаның қалай табатынын әсер етіп отыр ма? Сіз бастаңызшы жауапты. Sana айттым ғой, әке жүздікі деп, асыраушы болып келеді ғой әке қай кезде де. Енді қазір қоғамда қарап отырсақ қымбатшылық өте көп. Сөздің шыны қазір 100 000 теңгеде ақша болмай қалды. Бұлай қарап отырсақ. Өйткені қазіргі бір алып жейтін күнделікті нанның 100 теңге. Одан да қымбаттамасы арзандамайды. Әке қанша тауып келеді, бала мысалы жаңағы айтып отырық қой сөздің барысында, бала қазір қоғамға байланысты бай болсам екен, ананың әкесін көреді, мен әкемден неге көлік жоқ, мен неге солай жүрмеймін, неге мен бұлай киінбеймін деген сияқты ой болады. Ал түпкі төркінінде бала әкесі қандай қызмет жасап жатыр, ол үшін қандай не жаңағы әкем маған қалай жаңа киімді осы мен жағдайымды қалай алып келе жатыр туралығы түсінікті. Мысалы оның анасы да айта білетін болса, қоғамда отбасылық осындай ортада кішкене де болса әңгіме жүретін болса, бала оны түсінеді. Өйткені білет бала. Қой, мен не болса да жаңағы мен әкем бүйтіп жасап жатыр, былай жасап жатыр, анам соны жаратып жатыр. Мен өз-өзімде не істейін? Бір неде баратын болсам, бір неден жаңа бармай қалармын. Менің бауырларым баса екен. Қазір қоғамда қарап отырсақ, көп балалы семьялар көп. Бір балада, бір отбасында 4 бала, 5 бала деген сияқты отбасылар бар. Енді жаңа достарынан қалмасын деген сияқты ата-анада не болады? Қой қалдырмайық, жаңа қатарымен, достарымен бірге жүрсін. Оны есейе келе бала оны түсінуі де мүмкін. Мен мысалы өзімнің классымда да көп балалы отбасының балдары көп, ер балдар ғой менде көбісі. Мен айтам, жігіттер, қыздар, қараңдар, үйлерінде көп балалы отбасы бар. Біріне барып атсаңдар, біріне шамалы шектеу қоя тұрып жағдайға қараңдар үйлеріңнің. Ата-аналардың жағдайы, өткен сендердің қалталарына ешқандай табыс көзі шықпайды. Оны жаратып шығарып атқан ата-ана қай кезде де. Сендер киісін, жесін, ішсін деп барлығын жарататын ата-ана. Сондықтан ата-ананың жағдайына да бір қарап қойыңдар. Өйткені ана енді үйде баланың күтімімен отыратын болса, әке тауып біледі қанша десе де. Енді өзінің қаншалықты еңбек еткені байланысты адал еңбегін үйге алып келеді былай келгенде. Оның басқа да нелері бар. Және бұл мәселеге тағы бір дүние әсер ететін сияқты, ол ананың әкесінен көп тапқандығы, иә? Бетіне басып отыру мүмкін кейбір семьяларда бар, отбасыларында. Мен сенен бәрібір көп табам, қоя қой, сенің ақшаң неге жетіп жатыр дейсің деп, мүмкін балаларының алдында әкесінің беделін солай айту арқылы түсіру мүмкін. Тіпті бұдан кейін әкенің рөлі қалай жоғарылайды? Әрі қарай мүмкін тіпті әкенің ақша табуға деген жаңағы қызығушылығы да төмендеп кетуі мүмкін. Өйткені соны көріп отырған бала әрине анасыныкі дұрыс деп ойлайды. Сіз не айтасыз? Табысына қарай
табысына қарай негізі бағалы, ол үлкен қателік болып табылады. Бірақ бұл бар қоғамда. Бұл нәрсе бар, жалпы көлемде айтатын болсақ бар. Сол себепті жаңа сіз өзіңіз жар таңдаған кезде жарыңызды дұрыс таңдай білу керексіз бірінші кезекте. Себебі ол жардың қазақта бір мақал бар. Қалай таңдайды? Көп ақша таба ала ма, таппай ма? Қыз кезінде бәрі жақсы, тағы басқа деген мақалдар бар ғой. Сондай сипатта көрсете білу керексіз, яғни оны зерттей білу, зерделей білу керексіз. Сол себепті мүмкіндік келген кезде, неке құрған кезде ол өзінің жауапкершілігін екі жақты бөле білуге бағыт бағдар беру керекпіз. Себебі ақша табу ол екі жасқа арманы, көп ақша табу екі жастың арманы. Осы кезде айтып кететін болсақ, бюджетті дұрыс жоспарлау керек, отбасылық бюджетті дұрыс жоспарлау керек. Кімнің қанша тапқаны маңызды емес. Басы отбасындағы балалардың мұратына жеткізу болып табылады. Мен де жаңа айтып кеттім, көп балалы әкенің бірімін. Өзім 4 бала шағам бар, негізінде көп бала отбасынан шыққан адамның бірімін. Бюджетті кім жоспарлайды үйде? Сіз бе әлде? Бірігіп ақылдасып жоспарлаймыз. Себебі әлеуметтік экономикалық жоспарды бірігіп ақылдасып жоспарлаймыз. Сосын кез келген балаға, мен мысалы өзім балдарыма айтамын, бұл нәрсеге барар кезде ойлан, қара. Бірінің киген киімін кие ме? Біз сияқты, біз бала киімізде кидік қой. Кие ме балалар? Негізі мен балдарым енді мен балдарымды көбінігіп, жаңа бірінші ол киімді алмастан бір, ол киіммен неге қажеттілігі бар, не үшін қажеттілігі бар, соны бағыт бағдарлап көрсетемін. Яғни балаға айтамын, ол нәрсенің кез келген нәрсенің оңай келмейтінін білесіздер. Сол себепті оны бағыт бағдар беріңіздер. Сол қазір мен өзім келіншегім қазір бала күтімеп отыр, менің қыздарым анама ұрсады. Анашым тез жұмысқа шықса, папаға оңай болып жүрген жоқ деген мағынада айтады, көрдіңіз бе? Осы кезде тәрбиенің өзектілігі өте жоғары болып табылады. Яғни бағыт бағдар көрсете білу керек. Екінші, кімнің көп тапқан емес, ақша әрине бәрімізге қажет, ақша бір негізі қазір басты құндылық болып табылады. Бірақ осы жерде тәрбиені де ұмытпау керекпіз. Себебі балаға білім тәрбиесін беретін болсақ, онда барлығы да жоспарланады. Жалпы отбасылық бюджетті дастархан басында балалардың көзінше айту дұрыс па, бұрыс па? Әрине дұрыс емес. Дұрыс емес, иә? Дұрыс емес, себебі ол екі жақта кикілжің тудырып қалуы мүмкін. Жалпы ішкі мәселелерді отбасын жалпы кикілжің тудыратын нәрселерді балалардың өзінше айтудың қажеті жоқ, иә? Оңаша қалғанда айту керек. Ал отбасы дастархан басында негізі айтылатын болашақ жоспарларын қандай? Біз істейміз, осы жылы не істейміз? Қандай мәселе атқарамыз? Сіз қандай үйірмеге барасыз? Сіздің қызығушылығың қандай? Сондай мәселе қозғау керек. Сосын отбасында көбінігіп бізде қазақ тәрбиесінде жұрттың баласы деген сөз доғару керек. Жиі айтылады. Иә, басқамен салыстыруды. Яғни сіз өз балаңызды басқамен салыстырасыз, демек өз балаңызды сіз төмен түсіріп тұрсыз. Яғни осы мәселені де доғарту керек. Себебі сіз өзіңіз балаңызға айту керексіз. Сіздің бүгінгі жоспарларыңыз қандай? Әр балаға өз күнін жоспарлауға үйрету керек балаға. Бүгін не істеп жүрсіз? Қандай нәтиже шығардың? Яғни үйірмеге бардың, қандай әдіс-тәсілді үйрендің? Немесе жаңа музыка болсын, сурет болсын, соған бардың, қандай әдіс-тәсілді үйреттің, көрсеттің? Ұстазың қандай? соның бәрін ақылдасып отыру керек. Сонымен қатар класс жетекшімен немесе мектеп мұғалімдерімен жиі байланыс орната білу керексіздер. Ол баланың қателіктері қандай? Яғни белгілі бір кәсіпті немесе тағы басқа үйренген кезде кейбір балдар бар, мысалы есейге үйірмені тастап кетеді. Мысалы 11 жасқа барған кезде қазір балдар түсініп бар, ешқандай үйірмеге қатыспай ұбт-ға дайындаламайды. Бірақ ұбт-ға дайындалу сапалы болып жатыр ма, болып жатқан жоқ па? Сіз сол балаңыз білім үшін сіз ақша төлеп отырсыз, оның нәтижесі қандай, пайдасы қандай, соның бәрін сипаттап зерттеп көрсету керексіз. Ал енді қауымдастық жұмысы туралы айтатын болсақ, сіздердің де басты мақсатыңыз осы қоғамдағы әкенің рөлін арттыру. Менің білуімше, бұл қауымдастықтың мақсаты. Қандай жұмыстар атқарып жатырсыз осы мақсатта? Құрылғанына көп уақыт бола қойған жоқ, иә, қауымдастықтың? Әрине көп уақыт бола қойған жоқ, бірақ қауымдастық мүшелерінің топтасу уақыты 2020 жылдың 21 маусымынан Қанша басталды. бар құрамында да? Құрамында қазір таңдалатын болсақ, әр облыста кем дегенде бізде 12 адам әр облыста жұмыс жасап жатыр. Олардың өздерінің облыстық филиалдарын ашу мақсаттарында жұмыстар атқарылып жатыр. Қазір қауымдастық негізгі мақсаты бізде ол отбасында әкенің рөлін арттыру, және отбасы функцияларын дұрыс атқара білуге үйрету, отбасында жауапкершілікті көрсету, ақшадан гөрі баланың тәрбиесі маңызды екенін сипаттау, сонымен қатар жалғызбасты және мүгедек әкелерді қолдау және қолдау болып табылады. Кез келген мектепте болса, жаңа сіз айтып жатырсыз, ертек жүктілік деп. Ертек жүктілік жалғыз мектепке қатысты емес. Ертек жүктілік ол арнаулы оқу орындарына қатысты. Себебі 15 жастан бастап бізде
бітіріп кетеді. 9 классты бітіреді де көбіне колледжге кетеді. Колледжге кетеді. Барлық мәселе осында болып жатыр. Колледжде жаңағы басқа бірден есейдім деген психология қалыптасады қыз балаларда, мектептен кеткеннен кейін. Ол уже бақылаудан белгілі тәртіптен кеттім деген сөзі білдіреді. Сол себепті ондай кезде ата-ананың басты бағыт жұмысы көбірек жүргізу керек. Себебі арнаулы оқу орындарында ондай жұмыстар көбірек атқарылмайды. Сонымен қатар әр мектептерде, мысалы мен өзім мектебімді мысалға айтып кетейін, бізде ата-аналарға марафон өткізеді. Ата-аналарды мектепте өміріне тарту, мысалы гүлегу тағы басқа ата-ана жұмысына, сол марафон нәтижесінде мектеп тарапынан марапаттар ұсынылып отырады. Әрбір классқа проекттер тағы басқа, классқа керек нәрселердің барлығы жабдықталып отырады. Яғни сондай байланысты нығайту керек. Екінші кезекте мектептегі әкелердің жаңа ер мұғалімдердің санын көбейту керек. Мысалы бізде 270 мұғалім бар ма, оның 52-сі ер адам. Сосын бізде мектеп басшылығымен тікелей, мысалы, ер адам келе жатыр ма, ол жасы үлкен адам болсын, әйел адам жолын кеспейді. Яғни біз тәрбиені бағыт бағдарын көрсетеміз. Ер адамдарды кез-келген жиналыс 60-шы мектеп. Керемет. Ер адамдар кез-келген жиналыста оң жаққа төрге отырғызады. Сағат бөлінген кезде де ер адамдарға бірінші, олар отбасының асыраушысы деп, сосын ер адамдарға басымдық береді, келесі әйел адамдарға басымдық береді. Әрине, барлық нәрсе барымен базар болады, бірақ осы кезекте ер адам рөлін мектеп басшылығы тікелей атқару керек. Қала бойынша бір қуантарлық жағдай, кеше медкаханамен кездескен кезде мектеп директорының ер адамдарды тарту жұмысы көбірек жүріп жатыр. Сонымен қатар министрдің өзі айтып кетті, педагогика мамандықтарына ер адамдарды көбірек түсірту керек. Себебі келесі кезге айтып кететін болсақ, мектеп басшысы ретінде көбіне тәрбие жөнінде көріп мысалы тағайындалатыны қуанышты жағдай болып табылады. Себебі олар болашақ мектеп басшылары. Әрине. Ол өзі көріп келді, тәрбиені көріп келді. Барлық мәселе тәрбиеде. Егер тәрбиені дұрыс жүргізген адам, ол кез келген мектеп оқу орындарында басшылық қызмет атқарылады деген сөз. Сонымен қатар тағы да айтып кетейін, ер адам жауапкершілігін арттыру мақсатында біз ер адамдар көптеген пайдалы видеоларды, пайдалы ақпараттарды қарау керек. Мысалы, біз өткенде бір мектепте жиында болдық, сол кезде әке тәрбиесі деген видеоны көрсеттік ер адамдарға. Сол кезде ер адамдар біреу айтады, біз бұл видеоны ютубтан көріп жүрдік дейді. Бірақ мына әкелер жинасына көрген кезде адамға қатты әсер еткен дейді. Яғни кез келген кезде өзінің ыссы кезінде сол керек. Әсер етуі мүлдем бөлек болып келеді. Олай болса әңгімелеріңізге үлкен рахмет. Сіз жаңа айтып жатырсыз, тәрбие ісі жөніндегі орынбасар осындай ұлттық құндылықтарымызды дәріптей білетін жігіттер алда үлкен мектептің басшысы болатынына біз кәміл сенеміз. Тек басшылық қызметтерден көрініңіздер. Әрине, дұрыс айтасыздар, қоғамда қазір әсіресе мектеп басшылары, тәрбиесі жөніндегі орынбасары, директорлар, ер азаматтар болса, бәрібір ол сол мектептің тәрбиесіне де. Әл-Фараби атамыздың өзі айтқан ғой, тәрбиесіз берілген білім ол адамзатты хас жау екендігін. Сондықтан ол міндетті түрде тәрбие болу керек. Сол кезде ғана біз мықты білімді де, білікті шәкірттерді тәрбиелеп шығамыз. Сондықтан әкенің рөлі төмендемесін. Сіздер сияқты ер азаматтар тұрғанда төмендемейтінен біз кәміл сенімдіміз. Құрметті көрермендер, осымен отбасы берекесі хабарының кезекті саны аяқталды. Эфирде жүздескенше сау, саламатта болыңыздар.